көктемде мына ағаштардың бойында сөк жылжып жатқан кезде, яғни оянған кезде ағаштар бойында сөк қозғалып, тамырдан жоғары қарап су және қоректік элементтер жіберіле бастаған кезде ол неден болады? Өйткені топырақ жылай бастады деген сияқты. Топырақ тамырлар ойнай бастайды, жұмыс істей бастайды. Сол кезде біздің ең алғашқы жұмыс жасайтынымыз түрлі ауруларға қарсы, оның ішінде әсіресе тас қотыр ауруына қарсы жұмыстар жасалынады, және басқа да инфекциялардың, қыстап шыққан инфекцияларды өлтіру үшін жанаспалы, яғни контактілі фунгицидтермен жұмыс жасаған дұрыс болып саналады. Неге солай жасалынады да? Соған байланысты мен сіздерге немен жасауға болатынын көрсетіп жіберейін. Мына жерде курзат деген бар. Бұның құрамында міне мыс бар, көрдіңіз бе? Мыс хлорлы қышқылы, хлорокисмей. Сосын цимоксанил деген екінші заты да бар, яғни контактілі жұмыс істейді. Оны мыс сульфатын, яғни медный купоростың орнына істете беруге де болады. Бұл Картайва деген компаниянікі, бұл енді оригинал болып саналады, түпнұсқа. Және осының жасамы қолдан жасалғаны бар. Қолдан жасалған деп қойып, бұның яғни китайский деп айтсақ болады. Бұның аты крузат. Мынаны крузат, мынаны крузат. Екеуінің құрамында да бірдей, екеуінің құрамы да. Бірақ оригинал түпнұсқа болғандықтан мынау бәрі неше түрлі жақсы жұмыс істейді. Мынаның бағасы, екеуінің бағасы 2 есе болады. Мынау мысалы 10 мың тұратын болса, мынау 5 мың теңге тұрады. Екеуінің мысалы үй жағдайында 10 литр суға 30 грамм мен 50 граммның арасынан қосып, 10 литр суға араластырып шашуға болады. Мынандай опрыскиватель, шашатын затпен. Оны шашатын кезде міндетті түрде мынандай қолданыңыздар. Респиратор қолданыңыздар, өте маңызды ол. Тыныс жолдарына негізі химия өте көп кіреді. Одан кейін мынандай көзілдірік пайдалансаңыздар, оны толық бетті жауып тұрады, немесе мынандай көзді жауып тұратын. Одан бөлек негізі мынаның күші жетпей жатса, жоғары қарап биік ағаштарға жеткізе алмайды. Оның қосымша мынандай құрылғы бар, қоса салатын. Бұл аккумулятормен жұмыс істейді. Сонда мынау ары қарап 3-4 метрге тағы да қуып береді. Мынау өте көмекшісі сол, жоғары қарап насаттысы. Мен осындай құрылғыларды пайдалансаңыздар әбден болады. Және де бұның көбінесе тағы да қолданатын нәрсе, мочевина, яғни карбамидті қолданып жатады. Карбамидті қолдануға болады ерте көктемде. Бірақ басқа уақытта қолдануға болмайды. Карбамидті қатты күйдіріп жіберуіңіз мүмкін, қатты қолданып жүрсеңіздер. Ерте көктемде мөлшерін дұрыс есептеп, оны қолдансаңыз ол да негізі зиянкестер мен ауруларды күйдіретін болады негізі. Оның да жұмысы сондай. Екі дәрі, біреуі крузат оригинал, біреуі крузат Қытайы. Екеуінің құрамында да мыс бар. Құрамында мыс бар препараттармен жұмыс істелінеді негізі ерте көктемде. Екеуінде негізі түрлі ауруларға. Бұлар зиянкестерге қарсы жұмыс істемейді, тек қана ауруларға ғана қарсы жұмыс істейді. Аурулар. Бұл тек қана жеміс емес, көкөністерге де қолдануға болады. Ертең мысалы қызанақта петалоз деген ауру өте қауіпті, соған жұмыс істей беруге болады. Кішігірім ақпарат ретінде сіздер үшін заттарыңызды үй жағдайында болатын болсаңыздар, осындай заттарыңыз негізі дайын болған абзал. Одан бөлек деп жақсы препараттар бар. Мысалы көрсете салайын. Анда бір препарат бар жақсы, мысалы строби деген, бұл трансламинарлы фунгицид. Жапырақтың бетіне шашсаңыз, астына өтіп бас жағынан да қорғап, сол жағын емдей алады. Өте жақсы препарат болды. Оны бірақ жеміс ағаштар гүлдеген кезде қолданған абзал. Және ары қарап вегетация барысында қолдана беруге болады.